Енді білесіздер, бізде кредиттің проценті өте жоғары. Жылдық сыйақы мөлшері 2012 жылдан бері бізде 56%-дан түскен жоқ. Бұл мәселенің мәжіліс қабырғасында көтеріліп келе жатқанына 13 жыл болды. Мен қорқып отырмын, тағы да ақымақ болып қаламыз ба деп. Өткенде жұмыс топтарында не деді бізге осы агенттік өкілдері? Біз ұсыныс айттық, 35-тен тіпті жарайды, 42% жылдық сыйақы мөлшерлемесін бекітейік деп. Бізді қолдағандай болды. Бүгін енді басшысы келіп енді 50%, оның өзін қарастырамыз деп отыр. Жалпы неге 45 емес, неге 48 емес, неге 50? Бұны сіздер неге сүйіп зерттедіңіздер? Бұның себебі неде? Бұл дегеніңіз тағы да халықтың 40%, екінші деңгейлі банк акционерлерін байытып отыра береді деген сөз. Тағы да біз лоббиларға жол ашып берейік деп отырмыз. Бұны қазір заң қабылданады, қарастырамыз дейді. Ертең тағы да қалады бұл. Бұны біз нақты заңмен бекітіп алуымыз керек еді. Мысалы үшін 13 жыл болды осы мәселе көтеріп келе жатқанына. Заң қабылдағаннан кейін білмеймін. Біздің агенттік тағы да үштігейлі жоғалатын сияқты. Бұл бір мәселе. Екіншіден қазір тұрғындардың атынан онлайн кредит рәсімдейтін алаяқтар көбейді. Өте көп. Күніне ондаған адам хабарласады. Бұны қалай шектейміз әсіресе микроқаржылық ұйымдардың? Оңы сол кредит беріп жатыр онлайн. Алаяқтар табу өте қиын. Біреуі түрмеде отыр, біреуі шетелде отыр. 100-тің екеуі ғана ашылады. Осыған да мән беруіміз керек. Рахмет. Мадина Расылқызы. Сізге сұрақ. Құрметті Мақсат Маликұлы, мөлшерлеме бойынша, төмендету бойынша біз, мен пікірімді айттым, біз бұны төмендетуіміз керек. Енді мен айтқан 50% бұл микроқаржы ұйымдар бойынша мөлшерлеме. Қазір ол 56% микроқаржы ұйымдары бойынша 50% ұсынып отырмыз. Ал заңды түрде бұл белгіленсе, біз оны да қолдаймыз. Осындай Жақсы.